Қайырлы күн, қымбат оқушылар. Бүгін өтетініміз етістіктің шақтары. Етістіктің үш жағы бар. Осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Бұл іс-әрекеттің дәл қазір болғанын, келесі болашақ уақытта болатынын, немесе өткен уақытта болып кеткенін білдіретін етістіктің шақтары. Осы шақтың өзінің екі түрі бар. Нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Нақ осы шақ деген етістігі, нақ осы шақтағы етістік отыр, тұр, жатыр, жүр деген көмекші етістіктердің тіркесі арқылы жасалады. Мысалы, Асан кітапханада дайындалып отыр. Ол сабақ оқып отыр. Бұл отырып жұмыс жасап отыр, дәл осы сәтте. Сондықтан оның аты нақ осы шақ. Ал ауыспалы осы шақ үзіліссіз, үнемі және қазір болып жатқан істі білдіреді. I деген жұрнақ арқылы. Мысалы, автобус осы аялдамадан жүреді. Бұл автобус үнемі жүреді. Деген жұрнағы бар. Келер шақтың үш түрі бар. Болжалды келер шақ. Әлі іс болған жоқ, бәлкім болар деп ойлайды. Бұл жұрнақтары. Бұны білесіздер, есімшенің жұрнағы еді, жаңа ғана, кеше ғана өткенбіз. Мысалы, ертең саған да кіріп шығармын. Кірейін бе, кірмейін бе, мен оны алып білмеймін, мен болжалдап тұрмын, уақытым болса кіруім мүмкін деген сөз. Сондықтан оның аты болжалды келер шақ. Мақсатты келер шақ, келгендегі мақсатымды айтам. Мақмек, бақбек, бақбек деген жұрнақтар арқылы жасалады. Мектепті бітірген соң дәрігерлік институтқа оқуға түспекпін. Бұл менің мақсатым. Ертең мен келгенде саған бір жақсы қызық әңгімемді айтпақпын. Саған бір жақсы тапсырманы жасатып алмақпын. Яғни менің мақсатым бар. Мен жай келейін деп жатқам жоқ, менің мақсатым бар. Сол мақсат туралы мегзеп жатыр. Бұл болашақта айтылатын, орындалатын әрекет. Келер шақтың ісі. Ауыспалы келер шақ жұрнақтары I. Енді қараңыз, неге ауыспалы? Өйткені мынау ауыспалы осы шақта да I деген жұрнақ тұр, ауыспалы келер шақта да I деген жұрнақ тұр. Ертеңнен бастап біздің ауылдан қалаға жаңа автобус жүреді. Есіңізде ме? Ауыспалы осы шақта автобус осы аялдамадан жүреді дегенде де жұрнақ болған, мына жерде де жұрнақ бар. Бірақ біз бұның келер шақтікі ме, осы шақтікі ме, қайдан білеміз? Мынау мәтінге қарап білеміз. Мынау автобус осы аялдамадан үнемі жүреді. Кеше де жүрген, бүгін де жүрген, ертең де жүреді. Оның кестесі сондай. Ал мына жерде ол жаңа автобус ертеңнен бастап жүреді. Көрдіңіз бе? Мағынасына қарап анықтаймыз. Өткен шақтың үш түрі бар. Жедел өткен шақ дәл қазір болып кеткен істі білдіреді. Мысалы, сабақ басталды. От жағылып үй жылынды, дәл қазір болды. Ал бұрынғы өткен шақ әрекеттің бұрын болып кеткенін білдіреді. Жұрнақтары үп, қанкен, ғанген. Мысалы, біз осы ауылда бұрын тұрғанбыз. Атам менің мектебіме барыпты. Менің мектебіме барыпты. Түсініңіз бе, бұрын барыпты. Бұрынғы өткен шақ. Ауыспалы өткен шақ тағы жаңағыдай I жұрнақ қосылып, ауыспалы болып тұр. Бұрын болған оқиғаны білдіреді. Ағам әкемнің айтқанын бұлжытпай орындайтын, немесе орындап тұратын. Бұл етістіктің өткен шағының түрі. Оның ішінде ауыспалы өткен шақ. Қайталап айтам, неге ол ауыспалы өткен шақ? Өйткені ауыспалы осы шақта да I деген жұрнақ бар, ауыспалы келер шақта да I деген жұрнақ бар, ауыспалы өткен шақта да I деген жұрнақ бар. Сондықтан бұлардың аты ауыспалы. Оның қайсысы екенін біз сөйлемнің мағынасына қарап білеміз. Қараймыз тапсырмаларда етістіктерді келер шаққа айналдыр дейді. Тазала, тәрбиеле, сүрт, жүгір. Келер шаққа қалай айналдырамыз? Қандай жұрнақтар арқылы міне? Мақмек, бақбек, I. Қаны? Қазір жоқ, бұнадан бастайық. Қазір жоқ. Қазір кешесі мен шығып кеттім. Келер шаққа айналдырамыз. Қалай айналдырамыз? Тазалар, тәрбиелейтін, сосын тағалайды, сүртіпті, жүгірген, көрдіңіз бе? Осылай етіп, бұлар келер шаққа ғана емес, қазір өткен шаққа да айналдыр. Келер шаққа айналдырсақ, біз тазалайтын, міне келер шаққа тазалар, тазаламақ,
тазалайды, тазалар, тазаламақ, тазалайды. Тәрбиелер, тәрбиелемек, тәрбиелейді. Сүртер, сүртпек, сүртеді. Жүгірмек, жүгірер, жүгіреді. Көрдіңіз бе? Келер шаққа айналдырдық. Етістіктерді өткен шаққа айналдырып, жекеше түрде жікте дейді. Өткен шаққа айналдырамыз. Өткен шақтың жұрнақтары бізде болды д, д, т, т, ып, үп, қанкен, ғанген, кәні атын, етін, итін қарайық. Оқыды, мен оқыдым, сен оқыдың, сіз оқыдыңыз, ол оқыды. Жедел өткен шақты жіктедік. Жазған, бұрынғы өткен шақ. Мен жазғанмын, сен жазғансың, сіз жазғансыз, ол жазған. Апарыпты, апарыпты, мен апарыппын, сен апарыпсың, сіз апарыпсыз, ол апарыпты. Міне осылайша өткен шаққа айналдырып, біз жекеше түрде жіктедік. Сөйлемдерді болымсыз түрге айналдырып жаз дейді. Мына 3-4 сөйлемді. Болымсыз түрге. Біздің дүкенде зергерлік бұйымдар бар. Бүгін желтоқсанның 10-ы. Мен мәтінді жақсы түсіндім. Сұрақтардың бәріне дұрыс жауап жаздым. Болымсыз түрге қалай айналдырамыз? Біздің дүкенде зергерлік бұйымдар жоқ. Бүгін желтоқсанның 10-ы емес. Есіңізде ме, біз зат есімді өткенде есім сөздерді болымсыз түрге айналдырғанда оған емес деген сөз жалғанады дегенбіз. Тіркесет дегенбіз. Мен мәтінді жақсы түсіндім дегенді болымсызға айналдырсақ, түсінбедім болады. Сұрақтардың бәріне жауап жаздым дегенді болымсызға айналдырсақ, жауап жазбадым болып шығады. Мына сөзді септе дейді. Көру, айту. Біз тұйық етістікті өткен кезде балалар осы туралы айтқанбыз. Тұйық етістіктер тура зат есім сияқты септеледі деп. Атау көру, айту, ілік көрудің, айтудың, барыс көруге, айтуға, табыс көруді, айтуды, шығыс көруден, айтудан, көмектес көрумен және айтумен. Мына сөйлемді өткен, нақ осы шақ келер шақта жаз дейді. Біз тамаша ақындардың өлеңдерін өткен шақта қалай жасаймыз? Оқыдық. Нақ осы шақта оқып отырмыз. Келер шақта оқимыз. Оқимыз, немесе оқырмыз, немесе оқымақпыз. Көрдіңіз бе? 3 түрінде де жасап берді. Етістіктің шақтарын анықта дейді. Бардық қай шақ? Жедел өткен шақ. Келесің қай шақ? Ауыспалы осы шақ, немесе ауыспалы келер шақ. Баралмаймын, бараламын, баралмаймын, келер шақ. Жүреміз, келер шақ. Тыңдап отыр, нақ осы шақ. Етістіктің райлары. Етістіктің 4 түрлі райы бар. Ашық рай, бұйрық рай, шартты рай және қалау рай. Ашық рай іс-қимылдың қай шақта орындалғанын білдіреді. 3 шақта да тұрған етістік ашық рай етістік болады. Мысалы, 3 шақтың жасалу жолдары арқылы жазылады. Мен келдім, өткен шақта. Мен келемін, мен келдім, мен келемін, келер шақта, ол келетін өткен шақта. Бұйрық рай іс-қимылдың бұйыру, талап ету мағынасын білдіреді. Бұйрықты түрде жіктелу арқылы жазылады. Мен келейін, сен кел, ол келсін. Мен кел, келесен бар, ол айтсын. Бұйрық рай, мына бұйрық рай осылай жасалады. Шартты рай іс-қимылдың орындалу шартын білдіреді. Етістікке сасе жұрнақтар жалғанады. Сабақ оқысам, 5 аламын. Оқысам, сасе шартты райдың жұрнағы. Балалар, мен сіздерге ескертпей жатырмын. Осы берілген теорияның бәрін суретке түсіріп алу керек еді ғой. Түсіріп алған шығарсыздар деп ойлаймын. Қазір қайта көрсетем. Ұмытпай түсіріп алыңыздарды, дәптерге жазыңыздар. Қалау рай іс-қимылдың орындалуын орындаушының қалауын білдіреді. Қ, К, Х, Г, ғай, қай, са, се, егі, еді жұрнақтары. Біздің барғымыз келеді. Ол менің осы істі орындағым келетін қалауымды білдіріп тұр. Ол барса егеді. О да біздің қалауымыз. Барса егеді, келсе егеді, айтса егеді. Немесе айтқай енді. Бұлай деп айтады біреулер. Айтқай, ұялмасаңшы, айтсаң өлеңіңді деп айтады. Енді жақсылап айтқай деп айтады. Айтсаң болар еді деп айтады. Бұның бәрі қалау райлы етістіктер. Сонымен етістіктің 4 түрлі райы бар екен. Ашық рай. Барлық шақтағы райдың бәрі ашық рай. Бұйырып тұрған етістіктердің бәрі бұйрық рай. Бір істің орындалу шартын білдіріп тұрса, сасе деген жұрнақ арқылы бұл шартты рай. Ал орындаушының қалауын, жүрек қалауын, ынтасын білдіріп тұрса, ол етістіктің қалау райы. Қалау райлы етістікті тап дейді. Ол шаршап отыр, бармасам не болады? Оның ертерек қайтқысы келген. Сіз жоғары шығып тынығыңыз, сізбен әдейі амандасайын деп келдім. Қайсысы қалау рай? Әрине, оның ертерек қайтқысы келген. Оның қайтқысы келіп тұр. Қ деген жұрнағы бар.
Бұйрық райдың үшінші жағын табыңыз дейді. Жабыңдар, келіңіздер. Бұл екінші жақ, біліп отырсыздар. Үйренгісі келеді. Санатты, бұл өткен шақтар кетпесін. Міне бұйрық райы. Мен кетпейін, сен кетпе, сіз кетпеңіз, ол кетпесін. Көрдіңіз бе қалай жіктеледі? Кетпесін, бұйрық рай. Талап ету мағынасын білдіріп тұрған қайсы мынаның ішінде? Бір нәрсені талап етіп тұрған рай қайсы? Ететін рай. Талап ету, бұйыру, әрине бұйрық рай. Адамның тілек қалауын білдіретін сөз табайық дейді. Тілек қалауын білдіретін сөзін. Бұл қалау рай. Толқыса, оқысаңыз, алса игеді. Айтсаңшы, көрген. Әрине алса игеді. Айтсаңшы деген қалай болғанда да бұйырып тұр, тілеп тұр, бұл бұйрық рай. Ал мынау алса игеді, қалау рай. Бұйрық райлы етістікті табыңыз дейді. Менің атқаным тимеді, есіңе мені алғайсың. Бұған тиіспесе игеді, осыны шығарып салайық, шығара салайық. Оны кешеден бері көрсетті. Қайсы бұйрық рай? Әрине шығара салайық. Мұны жіктеп көрейікші ғана. Мен шығара салайын, біз шығара салайық. Сендер шығара салыңдар, сіздер шығара салыңыздар, олар шығара салсын. Бірінші жақ көпше түрде. Егер осын жекеше түрде алсақ, мен шығара салайын. Көрдіңіз ғой, көпше түрінде біз шығара салайық. Қалау райдың жасалу жолын табыңыз дейді. Қалау рай қалай жасалады? ГГ. Айтқым келді, жазғым келді, барғым келді. Көрдіңіз бе? Міне сонымен сіздермен балалар біз етістіктің шақтары мен райларын көрдік. Қараңыздар, мына етістіктің үш жағы бар. Суретке түсіріп алыңыздар. Райлары. Осыларды дәптерге жазып тіркеп қойыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар балалар. Жақсылап, қайталап оқып жүріңіздер.